Қайырлы күн 8-ші сынып оқушылары. Біз бүгін 8-ші сыныптың 190-ға арналған география пәнінен 90 бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындаймыз. Ең бірінші, сіз мұғалім каналына жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Тапсырманы бастаймыз. Бізде ұзақтығы 40 минут болады. Балл берілетін балл саны 30 балл. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі. География пәнінен бірінші тыржабат тапсырмалары. Бізде бірінші сұрақ жер бедерінің негізгі түрлерін анықтаңыз дейді. Бұл 5 сұрақ тест түрінде беріледі. Бұл жерде дұрыс жауабы тау, жазық. Екінші сұрақ шөгінді тау жынысын анықтаңыз. Бұл жерде дұрыс жауабы Д варианты әктас. Берілген мәтінді оқып шығыңыз. Осы мәтін негізінде география ғылымының салаларын графикте көрсетіңіз дейді. Бұл жерде мәтін бізде берілген. География ең ежелгі ғылымдардың бірі. Ол бүкіл жер бетінің және оның жеке бөліктерінің табиғат жағдайларын, халқының шаруашылығын және әлеуметтік тұрмысын зерттейді. География негізінен екіге бөлінеді: физикалық және экономикалық география. Физикалық география табиғат денелері мен құбылыстарының жер бетінде таралу заңдылықтарын зерттейді. Географияның бұл саласы табиғаттың құрамдас бөліктерінің бір-бірімен өзара байланысын, бір-біріне тигізетін әсерін, соның негізінде олардың аумақ бойынша сараланып таралуын анықтауды мақсат етіп қояды. Осы мәтін бойынша география ғылымының салаларын графикте көрсетіңіз дейді. Бізде ол екіге бөлінеді: география, физикалық география және экономикалық география. Екінші сұрақ: мәтіннен ғылым салаларын зерттейтін аумағын табыңыз дейді. Бұл физикалық география және экономикалық география берілген. Келесі сұрақ: берілген суреттер арқылы маңызды географиялық зерттеулердің негізгі түрлерін анықтаңыз дейді. Бұл жерде 3 сурет берілген. Былай қарасақ, ғарыштық зерттеулер, екінші географиялық ақпараттық зерттеулер және үшінші далалық саяхатшылардың зерттеулері. Осылай жазамыз. Бірінші сурет, екінші сурет және үшінші сурет деп жазамыз. Келесі сұрақ: картада Қазақстан территориясында жауын-шашынның таралуы мен буланушылықтың орташа мөлшері берілген. Осы тақырыптық картаны толықтыру үшін екі қосымша элемент қосып, себебін жазыңыз дейді. Бұл жерде Қазақстан территориясында жауын-шашын мөлшерінің кескін картасы берілген. Осы бойынша қосымша екі элемент қосып жазыңыз дейді. Бірінші сұрақ: Қазақстанда жауын-шашын ең көп түсетін жер бұл Алтай, ал Қазақстанда жауын-шашын ең аз түсетін жер Арал маңы шөлдері және үлкен бұрсық құмы. Үшінші сұрақ: картада берілген ауа райы элементі мен құбылысын оқудың маңыздылығын түсіндіріңіз. Бұл жерде себебі климаттық картада жекелеген аймақтардың ерекшеліктерін нақтылау маңызды болып табылады. Қазақстанның алтыншы сұрақ: Қазақстанның тектоникалық және сейсмикалық карталарын қолдана отырып, Шығыс Еуропа платформасының еліміздің қай бөлігінде орналасқан анықтаңыз дейді. Бұл еліміздің шығысында орналасқан. Екінші сұрақ: Батыс Сібір плитасының еліміздің қай бөлігінде орналасқан? Бұл еліміздің солтүстігінде. Үшінші сұрақ: еліміздің қай бөлігінде жер сілкінісі 9 балдық күшпен болатынын анықтаңыз? Еліміздің оңтүстігінде орналасқан. Жетінші тапсырма: кескін картада көрсетіңіз дейді. Бұл жерде кескін карта берілген. Дүниежүзінің кескін картасы. Енді сұрақ: дүниежүзінің ең биік тау шыңы Джомолунга шыңы. Осыны кескін картада көрсетеміз. Екінші: дүниежүзінің ең төмен жері Өлі теңіз. Дүниежүзіндегі ең үлкен көл бұл Каспий теңізі.
8-ші тапсырма. Христофор Колумбтың саяхаты бойынша берілген карта схемаға талдау жасаңыз. Суретте қарасақ, бұл Христофор Колумбтың саяхаты картасы берілген. Бұл жерде қарасақ, оңтүстік Американы ашқандығы берілген. Сұрақ: Христофор Колумб саяхатының негізгі мақсатын жазыңыз. Бұл батыс жолымен Үндістанға жол ашу. Екінші сұрақ: Христофор Колумб саяхатында экспедицияның өз бағыттан ауытқуының себепші болған жағдай. Бұл қатты желдердің әсерінен пайда болған теңіз толқындары негізгі бағытты өзгертіп алуына себеп болды. Үшінші сұрақ: Христофор Колумбтың екінші саяхатында Испанияға үлкен байлық табудың орталығы болған алтын қоры мол аралды анықтаңыз. Бұл Испаньола аралы. Соңғы сұрақ: Христофор Колумбтың саяхатындағы сәтсіздік неге байланысты болғанын анықтаңыз. Бұл Испан королі тарапынан пайда болған саяхатшының саяхат жұмыстарына сенімсіздігі. Сұрағы: Христофор Колумбтың төртінші саяхатқа бару себебін жазыңыз. Бұл Үндістанды, Шығыс Азияны батыс теңіз арқылы ашу туралы жасаған ұсынысы. Соңғы сұрақ: қателіктеріне қарамастан Христофор Колумб саяхатының маңызын жазыңыз. Бұл адамзатқа жаңа жерді ашып беру, бірақ өзінің білмей кетуі. Осымен достар, біздің тапсырмаларымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Сен мұғалім каналына жазылып, лайк басып, видеоны соңына дейін көріп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаймыз. Сабақтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар.